Ол 30 жыл бұрын өліп қалған, 20 жыл бұрын өліп қалған ата бабаларына ас беремін деп дүйімбелді шақырып 200-300 адам шақырады да, ресторанға шақырады да, берген бір шөкім палауына ақша жинап алды. Сөздің ашығы осы. Сондай болды қазір. Ол не сауап барады ата бабаңа сен берген тамағыңның ақшасын қайтып алатын болсаң? Дұрыс, сауаптың үлкені көпшілікке тамақ беру, бірақ тамақты сатып беру емес қой. Шынымен ата бабаңа Құран бағыштағың келсе, сауап ата бабаңа жетсін десең, артысына жазып қой шақырту билеттің. Мен Алла разылығы үшін Құран оқытып жатырмын, ештеңке алып келмеңіздер деп жазып қойыңыздар. Егер ниетің шынымен сондай болатын болса. Жоқ, бірақ ондай ниетпен шақыртылып отқан жоқ. Ол 30 жыл бұрын өліп қалған ата бабасына Құран бағыштайды да есіктің алдында біреу сумкасын ұстап тұрады. Келген адамның бәрінің ақшасын жинап. Не үшін жасап жатыр сонда? Мен барамда бір 2000 теңгеге жейтін шығармын. Бірақ 2000 теңге тастап кетсем артынан әңгіме қылады мен. Не беріп кетті деп. Осы нәрсені қояйық та, бұл ата бабаңыз шынымен Құран оқытуыңыз келсе, жаңағындай жасап оқытыңыздар. Ақшасын алатын болса, не болды? Не Құран болды? Не сауап болды? Осы нәрсені түсіне алмай келатырмын. Мен әкеме Құран оқытатын болсам 20 жыл бұрын өліп қалған. Мысалға да, мен Құран оқытамын дедім ба, менің бауырларым, бір шеше, бір әкеден, мен бауырларым маған берсе жарасады. Бауырым, мен де үлес қосайын. Көпшіліктен сауабын алайын мен де. Менің де әкем ғой, сен оқытып жатқан Құран. Әкеме барады ғой, менің де әкеме барады ғой деп. Бір жатырдан шыққанда берсе жарасады. Жоқ, 300 адам, 400 адам шақырады. Әрқайсысынан ақша жинап алады. Қойыңыздар бұндай. Мен осыған келісе алмаймын. Түсінбейді екен, миыма кірмейді екен осы нәрсе. Қазіргі таңда той істейтін сылтау жоқ. Баласы үйленбейді, қыз тұрмысқа шықпай жатыр. Амал жоқ, 40 жыл бұрын, 50 жыл бұрын өліп қалған ата бабасына хатын Құран түсіреміз деп қояды ғой. Беріңіз, тамақ таратыңыз, тегін таратыңыз, шамаңыз жетсе. Ал шамаңыз жетпей ма, таратпаңыз, тыныш отырыңыз. Хатын Құран түсірте салыңыз, сауабы соның күшті. Осыны істете салыңыз, дүйімелді шақырып ақша жинап, мен ата бабама Құран оқытып деп туған туысыңа міндет қылып ресторанға жасап жатырмын. Мақтаныш қылып. Мақтаныш емес, ол елден ақша жинап алу. Мен топастық деп түсінемін.